Қазақта ас атасы нан деген сөз бар. Яғни астың дәмінің үлкені нан. Бала ақ пен қараны ажыратып танымай тұрып-ақ, оған оң қолына нан ұстауды, нанды баспауды, тастамауды үйретеді. Нан қасиетті. Адам кез келген тамақты 2 күн жесе, ол қанша нәрлі болғанымен сол тамақтан жалығады. Ал бірақ адам баласы өмір бойы наннан шықпайды, наннан зерікпейді, жалықпайды. Дастарханның үстінде күнде нан тұрмаса, дастарханның берекесі кетіп, дүние ойсырап тұрған секілді басқа тамақ көзге көрінбейді. Міне, нанның қасиеттілігінің өзі осыдан-ақ көрінеді. Ұнның құрамындағы адамның бойына нәр беретін, қуат беретін, ағзаға қажеттінің бәрі бар. Өзге халықты қайдам, қазақтың нансыз күні жоқ деуге болады. Қазақта қатықсыз қара су ішіп, қара нан жесек те амандық болсын деген сөз бар ғой. Нанды жерге тастама, нанның үстіне зат қойма, нанды төңкерме, нанды бір қолмен үзбе деген сөздің барлығы сол нанның қасиетіне орай айтылған тыйымдар. Тіпті адам ашыққан кезде қолы жетпейтін биікте тұрған нанды құранның үстіне шығып алуға болады екен. Бірақ нанның өзін ешқашан баспаған. Нанның қасиетті құраннан да жоғары бағаланатынын осыдан-ақ білуге болады. Адам атамыз бен Хауа анамыз пейіштен қуылған кезде ит бірге ілесіп кетіп, сонда бидай иттің ұртында келген дейді. Итті 7 қазынаның бірі дейтін себебіміз, адамзат сол иттің ырыздығын жеп жүр деген бұрыннан келе жатқан аңыз бар. Бір таңданатыны, жер бетінде басқа дақылдардың, жемістердің барлығының жабайы түрі бар. Айталық, алманың, жуанның, сұлының дегендей барлығының жабайы түрі табиғатта кездеседі. Бірақ бидайдың жабайы түрі жоқ. Сол себептен де қазіргі тілмен айтсақ, бидайдың ғарыштан келгеніне иланасың. Шынымен, осы қисынға бұл жердің дәні емес, бізге бейне бір ғарыштан жеткен дегенге бір түрлі сенгің келеді. Үйге келген, кез келген адам асығыс болса да, өзге тамақтан емес, наннан ауыз тиіп шығады. Адамдардың арасындағы ынтымақ, бірлік, бір-біріне деген жақсы қарым-қатынас, ауызбіршілік дастарханның үстіне қойылған нан арқылы нығая түседі. Яғни, өзі нан ауыз тиген үйіне қазақ жамандық тілемеген. Нанын берген адамға жамандық ойламаған. Қазақтың бір күн дәм татқан жерге 40 күн сәлем дейтін сөзі осыдан келіп шыққан. Бір жолы жаңа жыл кешінде неше түрлі тағам түрін дайындап, дастарханға толтырып қойып жатқанымда, ата үстелді көзімен бір шолып қарап: «Балам, бұдан кейін қандай дастархан жайсан да, дастарханға алдымен нан қоюды ұмытпа», деді. Мен сонда жастығым ба, абайламай өзімнің дастарханға алдымен нан қоймаған қателігімді мойындап, екінші қайтып қайталаған жоқпын. Өмір бойы ұмытпадым да. Менің сол кезде жіберген қателігімді қазір жиі әрі кез келген жерде кездестіруге болады. Қандай қонаққа барсақ та, мейрамханаларда болсын, емен үстел майысып, тіпті бұрын көрмеген тағамның түр-түрі тұрғанымен нанды соңынан әкеліп жатады. Кейбір адам қонаққа шақырып отырып, «Ойбой, нанды қоюды ұмытыппыз» деп жатады. Яғни, нан қоюды ұмытып кетіп жатамыз. Дастарханыңыз берекелі болсын десеңіз, үйіңізге ырыс кірсін десеңіз, отырған адамдардың ықылас пейілі өз шаңырағыңызға ауыссын десеңіз, алдымен дастарханға нан қоюды ұмытпаңыз. Өйткені қасиетті нанның өзінде пенделердің көзіне көрінбейтін, адамдарды тартатын қасиет бар. Нан біздің отанымыздың байлығы, халықтың негізгі тамақтану өнімі болып табылады. Нан сапасы егіс шаруашылығымен өте тығыз байланысты. Ал егістіктен біз астық аламыз. Алған астығымыздың сапасы неғұрлым жоғары болса, одан алған өнім сапасы да соғұрлым жоғары болады. Астық өндірілсе, ауыл шаруашылығының ірі саласы.
астықтан ұн, нан, макарон, жарма, тәтті тағамдар сияқты адам баласына ең керекті өнімдер алынады. Астықты жер жүзінің түкпір-түкпіріне тасымалдауға қолайлы, ыстықтан да, суықтан да қорықпайды. Міне, осыдан барып, барлық жер жүзіне кең тарап кеткен. Астық тамақ өнеркәсібінің шикізаты болғандықтан, ол ауыл шаруашылығынан тамақ өнеркәсібіне жақын. Астықтан алынатын ең маңызды өнімдердің бірі нан және нан өнімдері. Нан және нан өнімдері тұрғындардың тамақтануында негізгі орын алады. Бұл өнімдер күнделікті қолданылып отырады, сондықтан да тағамдық құндылығы жоғары болып саналады. Нан адамға қажетті минералдық заттардың жеткізушісі. Нанның құндылығын тек оның химиялық құрамына қарап қоймай, сонымен қатар оның дәмі, иісі, нанның жұмсақтығы, сыртқы пішініне де қарап бағалайды. Халқымызды жоғары сапалы тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету мәселесін шешудің басты жолы алатын шикізаттары дер кезінде ысырапсыз, шығынсыз, ұтымды, тиімді пайдалану, ал жақсы өмір қозғалыстың қамтамасыз ету үшін ортамызды үнемі қажетті энергиямен, яғни белокпен, амин қышқылдарымен, май қышқылдарымен, минералды заттармен, витаминдермен қамтамасыз етіп отыру. Бұл энергия көздері нанда көп кездеседі және организмге күнделікті түсіп отырады. Нан ең қасиетті дәм. Кішкентай кезімізде ең алғаш аузымызға алатын тағам нан екеніне ешкімнің таласы жоқ. Нанды қалай болса солай бөліп турай беруге болмайды. Оның ұсағының өзі киелі. Нанның ұсағын жеген бала сауапқа қалады деген сөзді ата-әжелеріміз көп айтады. Себебі қиыншылық кездерде бір үзім нан көптеген жандардың жанына жалау болып, өмірден үмітін үзбеуге себеп болған. Қазіргідей тоқшылық заманда біз секілді жастар мүмкін нанның қадірін тереңнен ұқпас. Кез келген жерде тәтті тоқаштарды жеп кете береді. Жерде жатқан нанды көрсе алмайтындар да бар. Ойланбай қоқыстардың арасына тастай салады. Бұл әрине кешірілмес күнәдай сезіледі маған. Бір тоқтықтың, бір аштығы болады деп дана халқымыз тегін айтпаған. Еліміздің күш-қуаты болып, дастарханымыздың тұздығын келтірген қасиетті нанымызды қадірлей білейік. Нан еш нәрсемен тең келмейді. Оның құнына баға жетпейді.